Қайырлы күн, достар. Мен сіздермен бүгін өте керемет бір пайдалы кеңеспен бөліскім келіп отыр. Бізге керектісі асқабақ, алма, сәбіз, банан және лимон қажет болады. Бұның нәтижесі өте керемет. Мен өзім қолданып көрдім. Бұл жаңағы туған келіншектерге іштегі майды, қарынды тез кетіреді. Бір апта қолданып көріңіздер. Асқабақты жақсылап жуып, оны бөлшектерге бөлеміз дағын. 30 минутқа мантаваркеге қоямыз, парить етіп пісіріп аламыз. Оның дәнін тастамаймыз. Дәні өте керемет. Ішек құртқа, балдардың ішіне бактерияларды өлтіреді. Сол үшін блендерден кішкене су құйып, дәнін жақсылап блендерден өткіземіз. Блендерден өтіп болған немізді алып, сүзгіштен өткізіп, балдарымызға ішкіздіреміз. Өте керемет пайдасы. Үйде асқабақтардың дәнін лажы болса тастамаймыз. Күнделікті осылай өткізіп берсеңіздер, ішек құртқа өте пайдасы күшті. Енді коктейлімізді дайындайық. Оған бір алма, бір сәбіз, бір банан, 2 тілім лимон қолданамыз. Лимон ол іштегі майларды ірітеді. Бәрін турап блендерге салып, 200 грамм су құйып, жақсылап блендерлеп аламыз. Нәтижесі өте керемет. Қолданып көріңіздер, мен өзім қолданып көрдім. Аптасына 1 апта қолданып көріңіздер. Таңертең 2 тілім жаңағы асқабақпен коктейль ішіп, жатар орынға және ішіп жатсаңыздар, күшті нәтиже береді. Енді лимонымыздың, алманың, мандарин, банандардың сыртын тастамаймыз. 2 литрлік банкіге жай су құйып, ішіне салып қоямыз. Ол үйдегі гүлдерге витамин болады. Сырттарын тастамаймыз. Ал коктейліміз дайын болды. Ас болсын. Міне жаңа мен дайындап қойған су 1 күнге қойып, ертесіне гүлдеріңізге берсеңіз, өте керемет витамин болады.